Меккедегі дәстүр бойынша қаланың ауыр ауасынан сақтау және таза араб тілін үйрену үшін нәрестелерді шөлдегі көшпелі тайпалардың емізуші әйелдеріне беретін. Сақ тайпасынан келген Халима анамыз бастапқыда жетім баланы, Мұхаммедті, алғысы келмеді, өйткені жетім бала үшін ақы аз төленеді деп қорықты. Басқа бала таппаған соң Мұхаммедті алды. Халима анамыз нәрестені қолына алған сәттен бастап сүттің молаюы, Халиманың өз баласына сүті жетпей жүрсе, Мұхаммедті бауырына басқанда сүті иіп, екі бала да тойып еметін болды. Әлсіз есегі керуеннің ең соңында келе жаса, бұл жолы есек күш алып, бәрінің алдына шығып кетеді. Халиманың үйіндегі арық қойлар жайылымнан желіні сүтке толып қайтатын болды, ал көршілерінің малы аш қалатын. Пайғамбарымыз өте жылдам өсті. Басқа балалар енді еңбектеп жатқанда ол нық басып жүре бастады. 2 жасында Халима оны Меккеге, анасы Әминаға қайтаруға келеді. Бірақ Меккедегі індеттен қорқып және баланың берекесін қимай, Халима Әминаны көндіріп, баланы тағы 2 жылға ауылына алып кетеді. Пайғамбарымыз 4-5 жас шамасында болғанда, Халиманың балалармен қозы бағып жүргенде бір ерекше оқиға болады. Періштелер келіп, Мұхаммедтің көкірегін жарып, жүрегін алып шығады. Олар жүректен бір түйір қара қанды, шайтанның үлесін алып тастап, жүректі алтын табақтағы зәмзәм суымен жуып, қайта орнына салады. Бұл оқиғадан қорыққан Халиманың балалары Мұхаммедті біреулер өлтіріп жатыр, деп айқайлап келеді. Халима жүгіріп барса, бала Мұхаммедтің түсі өзгерген, бірақ дін аман екенін көреді. Осы оқиғадан кейін Халима баланы қауіпсіздік үшін анасына қайтаруды жөн деп шешеді. Бала Мұхаммедті Меккеге апарып, анасы Әмина мен атасы Әбділмұтталипке тапсырады. Осылайша анасының тәрбиесінде болады.